Замира ханым, қайырлы күн, қалайсыз? Қайырлы күн. Шүкір, Алла деп жүріп жатқан. Сыртынан бізді көріп, бір ковбой, бір сақдауырын деген адамдар деп ойлап қалады. Бірақ мен әдейі бүгін қалпақты киіп отырмын, өйткені осы саналықта біз класстастар кездесу болды. 40 жыл өтті, сол кездестік. Енді керемет бір кездесу болды. 40 жыл көрмегенбіз ғой бір-бірімізді. Ресейден келді, Алматыдан келді, Оралдан келді. Жан-жақта шашырып кеткенбіз ғой, сол бәріміз жиналдық. Бірінші күні деген осы дүниеден өтіп кеткен біздің класстастарымыз енді соларға құран бағыштадық, екінші күні ресторанда отырдық, үшінші күні природаға шықтық. Керемет әсер алдым. Мен ойланып қалдым, бұны қайда салсам екен, қай каналға салсам екен деп. Сосын ойладым, бұл да деген рухани бір қуат алдық қой. Біздер аспаннан саралап түскен жоқпыз ғой деп. Енді мен о жақта тақия киіп жүрген жоқпын. Осы қалпағыммен жүрдім. Өйткені тақия киіп жүрсем мен түсінбей қалама деп ойлап қалдым бір жағынан. Бір жағынан мен бас киімсіз жүре алмаймын. Киімнің хикметіне кездескен адаммын. Футболкамен жүре алмаймын, шортымен жүре алмаймын. Бірақ енді осы қалпақпен жүрдім. Мен әдейі сол келіп отырмын. Бүгін қалпақпен отырамын ғой деп сұхбатымыздың алдында соны айтып кетейін дегенмін. 10 күн жолда жүрдім машинамен өзім. Құдай оңдап, аруақтар қолдап, атамнан жатқан жерін таптым. Керемет. Аруақ разы болсын. Орынбор облысында, Башқұртстан шекарасында 20 км жерде жерленген екен. Қасымда Мұратбек Сауегей мырза болды. Сонымен бардық, Құдай қаласа сіздерді таныстырарым. Сол күн бұйырсына. Құдай қаласа. Енді сосын ойландым да бүгін осы деген Зәке сөйлейтін уақыты келді-ау. Енді кіммен осы сырласып бір кішкене бір осы тақырыпты да бір айтып кету керек еді. Неге мен салдым мына нелерді кездесуді бір жағынан сізге хабарласам, сізге міне ақпарат толып қалған екен сізде. Айтатыныз көп екен, соны сезген екенмін. Енді тағы да тоқтала кетейін, мына 40 жаста расында бір балалық шаққа барып кеттік. Балалық шаққа барып, бір керемет, бір жақсы әсер алдық. Бәрін түсіріп салдым, рахметін айтып жатыр, менің жаңа класстастарым, достарым. Ондай кездесу керек екен. Әрине. Бала шаққа барып келгендей болдық. Бала кезімізде ойнақтап жүрген балдарым бірге өстік қой енді. Сосын көбінесе деген біздер орыс мектебін бітіргенбіз, орысша сөйлейді көбі. Сондықтан атында орысшалап встреча одноклассников деп жаздым. Соған да тиісті біреулер, мыналар не орыс емес, не қазақ емес деп жатқан. Негізі білдім. Солай жазады екен, бірақ әдейі жібердім да. Соны айтып кетейін деп отырған, бұндай кездесу керек екен. Жақсы, біздің оңтүстікте жиі кездеседі. Оңтүстікте өзі жылда 10 жылдық, 15 жылдық, 20 жылдық деген мектеп бітірген түлектердің кездесулері біздің Түркістан облысында өте қатты сақталған. Осында біз біраз класстастар бармыз. Мен көбіне араласып тұрамыз. Мен көбіне уақытым жетпей қалады солардың. Бір әйтеуір бірдеме шығады да тұрады ғой, то зияратқа кетсем, то басқа қылам, әйтеуір ел аралап кетсем. Енді, біреу түсінеді, біреу түсінбейді, бірақ сізде деген бірден сақ дәуіріне кетіп қалған жоқсыз ғой. Дұрыс. Ал енді өзіміздің жаңағы деңгейімізге, өзіміздің рухани бір ізденісімізге оралсақ, енді қазір мен өзім орныма барып отырайын, сізге сөз тізгінін берем. Мен мына қазақ еліне бір жаңалық ашып тұрған жоқпын. Бұл сақ қорғандары біздің өзіміздің түпкі тамырымыз ғой. Ол бар дүние. Мен Берелге барып келгенімде өткенде сұхбатта бердік қой. Содан Алматыға жолға шығарды мені. Ол жаққа Алматыға барғамда қызық болды. Мен ойлап жүрдім, Берелден кейін Шілікке барам ғой деп ойлап жүрген едім. Бір күні кәдімгідей басым ауырып, арқам көтеріліп, қысып бір жоғарғыдан тартылыс күш келді. Мен далаға шығып, жер басып жүрсем, мүмкін тынысым кеңіп жақсы болып қалатын шығармын деп ойладым. Аузымның дәмі кетіп, бір түрлі күй кешіп
сезіндім. Менде ол бұрыннан болатын құбылыс біраз уақыт болып қапты. Бір 2 жылдай болып қапты ол ұмыт қалғаныма. Ол халді ма? Ол халді. Содан овощной лавкалар көп қой, көкөніс сататын жеміс жидектер. Сол жерге барып бір алмұрт па, персик па, абрикос па бірдеңе алайын енді деген ой келді. Мазам қатты кетіп тұр, біліп тұрдым. Бірақ сон алғанымды білем, ары қарай білмеймін ғой, есімнен танып құлап қаппын. Далада. Құлап қалғансыз? Да, я. Есімді жоғалтып құлап қалдым. Есімді скорыйдан больницаға, экспо жақтағы больницаға жақындаған кезде бірақ жидым. Қай уақытта ол, қай күні болды? Біраз болып қалды өткенде. Болып қалды, бір айға жетпейді енді. Қандай диагноз болды? Диагноз ештеңе таппады, давление нормально бәрі, 90-да 110, гемоглобин 133, инфаркт, инсульт еш нәрсе жоқ. Басын томографияға түсірді, КТ-МТ бәрін түсірді ғой енді. Дым жоқ, полноценный, здоровый адамсың деп шығарып салды ғой. Айтады, бұл не жағдай деп. Түсінбейді олар? Олар да түсінбеді. Мен тылсымға талып құлап қалғанымда, жерде жатқанымда мен үнемі болады ғой, рухым басқа әлемге кетіп қалады. Басқа әлемге кетіп қалдым. Бір бейбіт өмір. Ешқандай мұқтаждығы жоқ өмірде жүргендей күй кешіп тұрмын. Сонда рахат өмірді, мына жаққа қарай қайтқым келмейді ғой. Скорыйдағы медсестралар 2 қолыма система салып тастаған, жаңағы нашатырный спиртпен тығып, бетімді жаңағы аяқтарым мыжылап бір нәрсе жасап жатыр ғой. Сонда ғана мыналар немеге мен мазамды алып оятты дегендей. Ана жаққа барып келгенсіз ғой? Иә. Далада біраз жатып қаптым, аяқ қолым бетім бәрі тоңып қапты, пока скорый келем дегенше. Оның бәрі мен үшін бір лезде болғандай түк сезбегендеймін. Сонда менің жанымның қайда ұшып барып келгені, мен Түргенде жүрмін ғой. Түргенде Алаш Қахан атамыз деп айтсақ та жарасады ғой, енді бабамыз десек те, бабамыз, ұлы бабамыз. Сол Алаш Қахан бабамыздың сол жағында жүрмін. Мен енді жолға шық деген хабар келді ғой. Өздері күнін айтып бір байланысқа тартылыс күш тағы да келетінін сездіртті. Ой, Алла, енді не істейміз, балаларға жүріңдер болды, біз Алматыға барамыз деп. Не істейміз, енді маған дайын тұру керек қана жерде, кел деген кезде жете қалу керек. Кел деген кезге жету үшін сол маңайда жүрім керекпін ғой. Балалар, Алматыға барамыз, не істейміз, сынық саламыз халықтың алдына. Халық біз алматылықтар сол кезде тегі мазамдалды алматылық халыққа. Қашан келесіз Алматыға, қашан келесіз, арасында құлап жатырмын, тұрып жатырмын, жылап жатырмын, бәрі болып жатыр. Қысқасы Алматыға бардық, кісілерді қарап жүрдім. Балаларым, өзім үлкен ұлым қатты, Асылхан, білесіз ғой, мені қатты зерттеу жұмысын тоқтатпаған ғой, мені зерделеп, зерттеп жүреді ана бала. Қалағалап жүрді? Иә. Сонымен кісілерді қарап жатқан кезде омыртқаларын ұстап диагноз қойып айтып жатырмын ғой, тарс еткізіп та, сіздің бір атаңыз, бір сіздің қаламсап ұстаған түптеріңіз, аталарыңыз бар, сен ән айтып отырған жігіт екенсің, әнді неге тоқтатып қойғансың, мынам бәрі колонка ғой, микрофон ұста деп қоям, ана сөйлеп жатырмын, бір келіншек келіп еді, сен біраз бала таппай жүргенің бар, эко істеді, бала тап, егіз болады деп, жаңа өзім егер алмаймын, сөйлеп жатырмын. Шығып жатыр ақпараттар. Омыртқадан ал. Ақпарат омыртқада тұр ғой. Иә, сол арқылы бәрін сөйлеп жатырмын. Сонымен бала уже тартылыс күшімен тарп жатқан өзім іштей сезініп тұрмын. Уже біз адам қарап жүргенімізде 4-5 күн өтіп қалған. Сол күні бір бақсылық көтеріп кетті менде, бір кісілерге сөйлеп жатырмын, мені қарап берші деген екен, кетті бақсылық, асатты аяқтап, тоқтай алмай бәріне жаңа үлгеріп жатырмын. Сынық салып, адамдар бақсылық ойнатып,
кеттім, бір уақытта аппақ елік бұғы, сұлу бұғы, басының мүйіздерінде бір вишнялар бар. Соны көрген кезде, охо, деп, маған уже дайындау керек. Маған жолға шық деген хабар келеді деп. Артында бір хабары бар екен, құстар басқа ғажайып әлеміне кетіп қалдым тағы да. Тез түс алып барады, 4-терде бізге жолға шығу керек болды, жол көрсетті. Шығып, есікке бардық бірінші. Есікке жол салды. Есікке барсақ, есік қорғанын, есікте қорғандар бар ғой, енді алтын адам. Музей бар. Сөйде музейде жұмыс істейтін охранник кісі айтады, біз рәсім орындауым керек деп сұранып жатырмын ғой. Мен жай келген жоқпын, рәсім орындауым керек, мен бір тапсырмамен, тысымның өзімнің бір тапсырмасы бар, соны орындауым керекпін десем. Ма есік қорғандарын Қытайларға рұқсат беріп қойған, Қытайлар қазба жұмыстарын жасап, зерттеуге алып жатыр дейді. Біздің бабаларымыздың енді сүйегін алып музейге сақтап қойғанын бұлай тұрсын, енді қазақтар зерттеп музейге жинап қойып еді. Енді Қытайлар кеп алып кетуге кеп тұр ма, не істемекші? Тапқан екен сенетін адамдарды. Иә. Соған мені жіберген екен ғой. Кезінде естуім бар, қазақты қырып жіберген кезінде 20 миллион халық, 30 миллион халықты қырған кезінде біздің қазақтардың сүйектерінен оқ дәрі жасаған екен деп. Мен де естігенмін. Сіз де естігенсіз, ә? Сон мыналар енді не істемекші, қытайлықтар келіп біздің бабаларымыздың сүйегін аруақтан қорқып тұрған жоқ па бұл Қытай? Білмейді ғой. Қытай жердің бетіндегінен қорқпаймыз, жердің астындағыларынан қорқамыз деген естерінен шығарып жіберген ба? Біздің ұлы бабаларымыз қағып жіберсе, орыс орманға Қытай жерін суалады, Қытайды суалады, орыс орманына құрыйды деген бір атаулы сөз бар еді ғой. Ашып айтпай-ақ қояйық. Мынау не болып кетті? Сыртқы жау, өзіміздің ішкі дау қосылып, не болып жатыр өзі деген күйзеліс келді. Мен осындай жағдайға жеткізілген екен ғой деп. Соны ары қарай Тургенге қарай кеттік. Алаш Қаханға қарай зиярат жасап жол салып жіберді. Сол күні қызығы, Айбот мырза, мен Тургенде рәсім жасап, Алаш Қаханның әруағына зиярат жасап, рәсім жасап жүрген күні ары таудың беткейінен үлкен бір ананың орнынан тұрғанын сезіп тұрмын да, таудан қобыз тартып отырғанында ойлап тұрмын, мына ана Алаш Қаханның анасы ғой, Матопа ғой деп айтып тұрмын. Мынау Матопаға келіппін ғой мен деп. Сол қызығы, сол күні мен сонда барған кезде сіздер Асекең екеуіңіз сұхбат беріп, Матопа туралы әңгіме көтеріпсіздер. Содан келген екен мен Леспек ағаменен ақылдастым, бірінші білесіз ғой, Леспек ағама әңгімемді айттым. Сонымен Асекең қайта звондады, мені күтіп жүрген болатын о кісі. 25-теріне келем дегенмін. Сөйтіп мен оған айтпаймын, мен Алаш Қаханның анасы Матопаның әруағына рәсім жасап келдім десем, мына ғажайыпты қараш, бүгін біздер Матопаға тақырып қозғадық дейді. Айболат мырзамен 23-ші мен келдім күні, 23-ші күні болатын. Сонымен ал ұйқы қашты ғой, ана сөзді естіп алып. Мынау қандай ғажайып бір байланыс деп та. Өйткені маған Асекең үнемі айтатын. Асекеңден осы жерде бағасын бағалап жібермесек болмайды, оны менің қаласам ұрысып көңіліміз жараспай ұрысып қала саламыз, қаласақ дос бола саламыз деген мәселе емес. Бұл жерде ол кісінде өзінің рухани орны бар адам ғой. Жай адам емес. Біз әсіресе Бестораңғылға әулиеге
Бестораңғыл енді ерекше тақырып, оны ашатын болсақ. Сонда Мәшһүр Жүсіп атамыз Бестораңғылға мен жібергенде, Жаркенттегі Әулиеағаштың шырақшысы Раяпайдың айтқаны, Асекең дәлме-дәл келді. Асекең арқылы мен Бестораңғыл әулиеге жаңа Алланың қалауы, әруақтың қолдауы ғой. Асекең арқылы байландым ғой Бестораңғылға. Кәдімгідей Бестораңғылға байланған адаммын. Бір жүрегімнің жартысы сол жерде ғой. Сонымен Асекең енді мынаны қарашы дедім ғой. Бестораңғылға осы кісінің арқасында жаңағы бір үлкен ғажайыпқа ие болдым. Өзімнің Мәшһүр Жүсіп жай адам емес, өздеріңіз білесіздер. Себепші қылып Асекеңді жіберді. Матопаны әруағына рәсім жасап, мынау матопа ғой деп көріп келген кезде ол тақырып қозғайды. Бұл жерде бұл жай емес болып тұр ғой. Мынаның барлығы адам жүре түсінеді екен ғой, уақытымен деп. Сөйтіп біраз Бестораңғыл туралы әңгімелерімізді қозғап, бір Бестораңғыл әулиеге бір жаңағы үлкен ас беру керек екенін шешімін шығардық. Содан қашан жасаймыз деп жүрген кезінде тоқтаңыздар деп мен Берелге барып келдік, Есікке барып келдік, Тургенге барып келдік. Енді шіркке барып келуім керек. Сонда қашан шақырады, баруым керек деп. Байланыс жерлер ол. Иә. Киелі жерлер байланыс. Енді қызығы шығыс өңіріне 2 рет бардым ғой. Біздің бабаларымыз о заманда сақ дәуірінде адам жерленген кезде басын сол шығысқа қаратып қойған екен. Батаны шығыстан қарап алады екенбіз. Есіктің де аузын киіз үй, қар үй дейміз, киіз үй дейміз ғой. Есігін де шығысқа қаратып қойған, шығысқа қаратып бата алыңдар деп та. Шығыстан күннің шығысынан нәр алады екенбіз ғой. Күннің шығысы қуатты болып түсіп, жақсы болу үшін шығыс тазалану керек екен. Соны шіркке барған кезде түсіндім, тереңдеп. Сондағы келген аяндар ғой бәрі. Тағы да біз онда Райгүл апай, Бағдангүл апай, Ләззат апай мені күтіп алды, қарсы алып. Шіріктіге бірге бардық. 3 қобызбен рәсім жасадық. Жаңағы өзі от, алау жағып, құйрық майымызды тастап, сүт құйып жаса деген рәсімдерді жасадық. Рәсім жасап, шілікте қорған деп атамайды екен, обалар дейді екен. Обаларда былтыр айдын Ерубаев дейміз, Ерубаев ба, қалай өзі. Сол кісі былтыр алтын адамды, сол кісінің атсалысуменен алтын адамды қайта жерлеп жер бауырына тапсырып, обаны жапқан екен. Сол жерге бардық. Сол жерге рәсім жасадық. Сонда Алматыдан сол елде тұрған кісілер келді, бір топ. Бала шағаларына тарихи жерлерді таныстырып жүр екен. Сол кісілердің әңгімесін естіген кезде кәдімгідей жаныма көп нәрсе батты. Ол кісілер айтады, мұнда шілікте алтын адамдарды обалардан қазып алып кетпей тұрған кездегі қаліміз өте жақсы еді деп. Жер ешқандай күйреп кетпейтін, жап-жасыл болып тұратын, мал деген бізде халық өте бай еді малыменен деп та. Содан кейін неше түрлі аурулар келіп, мал тұрмайтын болды. Мал өле берді дейді. Шөптің бәрі сарғайып күйіп кете берді, жауын жоқ дейді. Тура жер сарғайып кеткен ғой, күйіп кеткен. Берелге барғанда жап-жасыл ғой. Мына жақта жердің бәрі күйреп кеткен. Соған енді біз барып рәсім жасадық, Аллаға шүкір. Жауын көп бола бермейді екен, жауын жауды. Әппақ ақ жауын, нұрлы жауын болды.
қабыл болғанын. Иә, жылы лебізімен қабыл алды да, жылы жел. Өзімізше жақсылыққа баулап, бабалардың разылығын білдіргені, мына бір керемет жақсы болды. Құдай табиғатпен сөйлеседі ғой. Иә, қазақ табиғатпен үнемі үндеседі ғой. Біздің басқа ұлы ерекшелігіміз осы жерде ғой. Қазақ баласымен, баласы даласымен, даласы данасымен көрікті дейтіндей, осы дана бабаларымыздың әруақтары разы болсын деп рәсім жасап қайттық. Онда барған кезде де біраз аяндар алдым. Енді осы жүрген зияраттарымыздың барлығын ақылдаса келе тағы жүретін жолдар салып берді, әулие-әулиеге жұмсайды дейтіндей. Енді тағы Қазығұртқа қарай, еліме қарай жолға сапарым болайын деп тұр, шығайын деп тұрмын. Оның бірінші мақсаты Қазығұрттың қос қанаты, Қазығұрттың Мансары, Бағаналы әулиелер. Сол Мансары әулиеге барғанда біздерден Айдахар, 4 стихияның бәрі болып, Айдахар келді, найзағай жерге түсті, туры Айдахар болып түсті деген біздің бейне таспамызда да бар сақталған. Сол жерге қайта баруымды шақыртып тұр. Бұйырса сонда барам, қобызым тартып рәсім орындаймын. Ол кезде найзағай өзі түскен еді, өзі Алладан ерекше үкім түсіп. Бұл жолы енді рәсім орындауды бұйыртып тұр. Мансарға әулиеге барып рәсім орындап қайтам. Одан ары қарай неге барам? Маңғыстауға. Маңғыстау басқа жоқ қой. Иә. Оңтүстіктен батысқа жіберіп тұр ғой, шығысқа бардық қой. Шығыстан батысқа жіберіп тұр ғой, шығыс пен батыстың арасында бір үлкен бір тартылыс күш бар. Иә. Оңтүстікке барып орындап батысқа бар деп тұр ғой. Ол жаққа баратыным Шақпақ-Атаға, Бозжыраға, Шақпақ-Атаға барып, болған екен жолдан қайтыста Бозжыраға баруым керек. Енді әрине Бозжыраға барып қобыз тарт деп тұр ғой. Бекет атаға, Шопан ата, Бекет ата, Шақпақ ата, Бозжыраға, соларға бару жолымды түсірді. Осылардың бәрін қорытындылай келе, осы зияраттардың Леспек ағамен, Леспек Байжанов ағамызбен, Асан Тұрабаев ағамызбен, біраз тағы да сол елдің үлкен тұлға алдыңғы буын ағаларымызбен ақылдаса келе 5-ші қыркүйекте Бестораңғыл әулиеге үлкен ірі қара мал шалып ас берейік деп шештік. Ол жерден Бестораңғылды кітаппен танысып жүрген кісілердің бәрі де біледі. Бестораңғыл әулиенің адамзат жаратылмай тұрған кезден бастап Алланың әмірімен нұр түскен жер екенін. Ол жерде енді 5 әулиенің баталған жері Алталашқа, Қыран құстың астына қанат. Бата берген 5 әулие. 5 әулие Алталашқа бата берген жері. Сол жерге барып біздеріне еліміз аман болсын, жұртымыз тыныш болсын. Үлкен сақ дәуіріне дейін зияраттар жалғасып кетті. Солардың бәрін қабылдыққа жазсын. Үлкен әулиелерімізді оларын айтуға келмейді. Олар енді ұлы әулиелер ғой. Қайсысы болса да Арыстан баб болсын, жаңаға Қожа Ахмет Яссауи болсын, көп қой, Бекет ата, Шопан ата дегендей. Енді бұл жерде сақ дәуірінменен дәуірінің зиярат жасап барған жері ғой. Енді Бестораңғылдан кезінде Шыңғысхан аталарымыз шыбын ұшырмаған дейді. Абылай хан бабаларымыз сол жерге қаншама жаңағы кірерінде зияратқа келушілерді бірден кеп қапсын деп кіргізбеген, қаншама дарбазалардан, есіктерден өткізіп, тазартып өткізіп барып кіргізген қасиетті келім екен ғой. Енді Бестораңғылда біздер жылда ас беріп жатамыз, өзіңіз білесіз. 11 сәуірді ерекше өзіме алып алған күнімдей сол жерге қарай жүгіремін ғой. Қазірге шүкір Тораңғылдар көбейіп жатыр.
әруақтардың, ол әруақтардың разылығын берсе екен деген ниетпен сонда ас береміз. Лесбек аға хатым Құран арнайы тапсырысқа беріп қойды. Оның ішінде сақ дәуіріндегі ата бабаларымыздың жаңағы Алаш қахан, Қазақ қахан, Созақ қахан бабаларымыздың әруақтар разы болсын деп, одан мен өзімше енді басқа бір жұрттар ойлайтын шығар, бір қуып кетті деп, ештеңе қуып кеткен жоқпын, бірақ бәрі норма. Сол дәуірдің киімін кигіздірді, өзіңіз білесіз, бәрінде үнемі халықпен бөлісіп жүрмін. Томирис ханымға, Зарина ханым патшайымдарымызға жасап жатқан рәсімдеріміздің ішінде Құран бағыштаймыз дедік. Құран енді хақ қой, өзіміз дәстүрлі ислам болсақ та дінімізде Құранды мойындадық қой. Бір амал жасап сол кісілердің әруақтарын тебірентейік. Сақ дәуірінде Құранды ол кісілер түсінбейді деп айтамыз, рас, оларда ол кезде Құран болған жоқ. Енді ол кісілерді түсінетін шығар деген ойдамыз. Құран деген сол бес әулие кезінде айтып кеткен ғой. Ислам келеді деп, Құран түседі деп. Иә. Иман Қазығұртта Құран арабқа түскен ғой енді. Иә. Құран түсетін біле отырған, алдын ала болжап отырған, білген ғой. Алдын ала олар ілімменен байланысып бәрін біліп отырды ғой. Уақыттың кезегі сол кісілердің дәуірінен кейін келетін біліп болжап кетті. Енді біздер енді ол кісілер сол кезде Құранның жоқ дәуірінде өмір сүріп өтті ғой. Біздер сол Құранменен нұрландырайық. Енді менің бір девизім емес, бұл ғылыми тұрғыда зерттелген ғой. Рух әлемі материалдық әлемге мұқтаж, материалдық әлем рух әлеміне мұқтаж, баланы ұстамаса тепе-теңдік бұзылады деп айтуда мен шаршамаймын деп айтам. Сол тепе-теңдікті түсінбей жүр ғой, бұл түсінбейді. Өйткені жабық қана, ширма тұр ғой. Сол ширмалар ашылса екен, биік санаға жетсек екен. Сана жоқ. Биік санаға жетсек екен деген ниет қой біздердікі. Соған бізден тек қана амал ғой. Шыңғысхан атам үнемі айтам ғой, асатаяқты маған бергенде қазақ ел үшін, жер үшін қызмет етесің деп берген. Сонда бұл асатаяқпен мен не істеймін деп ойлағам, енді ер азамат ұстамай ма деп. Сол маған бұйыртқан екен, сол асатаяғымды алам да жүгіре берем ғой, қобызымды қоса ұстап. Қобыз деп кеттіңіз, енді және де сақ дәуіріндегі ата бабамызға Құран бағыштағанда олар мүмкін түсінбейді деген сияқты әңгімелер шығады. Өйткені Құран болған жоқ, бірақ енді қобыздың үні барады ғой ол жаққа. Қобыздың үні арқылы жалғанамыз ғой біздер. Сол қасымызда қобыз тұр, енді үнін шығарып қоймайсыз ба? Жарайды. Енді мен қобыздың... Сұхбатыңызды аяқтап алып. Жақсы. Қобыздың мен күйін білмеймін ғой, біздікі сарыны ғой. Өзі кетеді, не кетсе де, біреуге ұнайды, біреуге ұнамайды, бірақ өзімізге ұнайды. Нота жоқ, өзімізге ұнайды. Дырылдаса да, дыңылдаса да. Мен де сондай дейді ғой. Сондай. Жалпы қазақ еліне айтарым, осы руханиятқа жаны шырпыр болып жүретін кісілерге және әмбие әулиелерді құрметтеп жүрген кісілерге айтарым, 5-ші қыркүйекте Бестораңғұл әулиеге ас береміз, келеміз деуші кісілерге біздің құшағымыз да ашық, әулиенің есігі де ашық, өзінің шарты бар. Таза ниетпен, елім жерім әруақтар разы болсын деп таза ниетпен келу керек, ғұсылдармен, дәреттермен, және үлкен аналар келетін болса бастарына ақ жаулықтармен, киімдері түзу болып дегенде ғой. Әрине зияратқа ешкім ашық-шашық бармайды ғой, бірақ қазір заманына қарай жүру керек деп, қазір үлкені де, кішісі де жаңағы заманның үлгісіне қарай киіне салуды дұрыс көреді. Бірақ әулиені, Бестораңғұл әулиені сыйлайық. Баратын болып жатқан кісілер, әйел кісілер жаңағы ұзын етек көйлектермен, білектеріне дейін жабық болғаны дұрыс. Ол жерде біз сіздердің әрқайсыларыңызды кигізіп қоятын шапанымыз жоқ.
соны ескеріп отырмын. Кімге хабарластың олар? Асекеңе хабарласса болады, маған хабарласса болады. Телефондарын жазып қояйын ба? Динараның телефонын жазып қойсаңыз болады. Динара маған көмекшім, білесіз ғой. Сол қыз жауап береді. Мен телефоным өзім қолыма көп ұстай бермеймін, уақытымда жетпейді. Жақсы, Динараның телефонын жазып. Динараның телефон номерін жазып қойып, ат салсам дейтін кісілерге ірі қара малды шаламыз деп ниет қылып қойдық. Әркім өзінің жүрегінен шыққаны салам десе де, салмайым десе де келсеңіздер болады. Өйткені дастархан бәрімізге жетеді. Қазанға түскен халықтың бәріне жетеді. Ниеттен келіңіздер. Негізгі мәселе ниет қой. Және де мұнда деген біреуге ренжуге болмайды да, ана садақа бермеді деп. Оған деген Алла тағала кейбір адамға жақсылық істеуді бұйыртпаған. Истинный добро дейді ғой. И каждому дано дейді. Ол деген добро дейді, жаңағы жақсылық дейді, бірақ ол деген бизнес добро дейді болады. Бірақ таза жаңағы жақсылық істеу әрбір адамға беріле қоймаған. Сондайда мына садақаны әрбір адам бере алмайды екен. Шын ниетпен түсінген адам садақасы қабыл болады екен да. Бұлай беріп жатқан, мен бере салайын деп ол қабыл болмайды да. Ол негізі шын ниетпен жүрек таза адамдар берген садақа қабыл болады екен. Алла қабылдыққа жазсын жасап жатқан амалдарымызды. Енді Айболат мырза, қобыздың үнін шығарып қойыңыз дедіңіз ғой. Алла енді жақсы үн шығарсын. Қорқыт бабамыздың әруағы пір тұтамыз, әуленің басы Қорқыт деп. Қобыздың үні әруақтың үні. Қобыздың үні екі әлемнің есігін ашады. Адамның жан дүниесіне жүректі тебірентеді. Біз миымыз деп айтамыз ғой, 7 қабаттан тұратын миымызға вибрация жеткізеді. Киелі қобыз. Дұрыс. Қобыз тіке тұр да. Жер мен аспанды жалғап тұр. Домбыра бұлай тұрады да. Онда әсері бар, онда бір несі бар. Өзінің хикметтері бар ғой бәрінде. Тынық қалдыңыз ба? Кейде бұл қобызым аққу болып, басқа болып ерекше сайрайды.
өзім түсінем. Қазір енді бір күңіреніп, өзім бір... Тамаша. Мен наушникпен отырмын, құлағыма тығып отырмын енді. Бүкіл денемді алып отыр ғой, бүкіл клеткаларыма. Шайқалып кетіп отырмын. Қысқаша жібердік енді. Жақсы, Жәке. Ниеттеріңіз қабыл болсын. Амандық болсын. Енді әлде жол жүретін алдында тағы да бір жүздесерміз, Құдай қаласа. Барып келейін. Біраз аралап. Но халыққа 5-ші қыркүйек деген тағы да нықтылап айта кетейік. Уақыт сағаты жетіп жатса, өзіңіз де уақыт тауып барсаңыз дұрыс болар еді. Алла бұйыртсын. Шақырып жатыр. Білмеймін. Жақсы, ел аман, жұрт тыныш болсын. Қазақ елін сыртқы жаудан, ішкі даудан сақтасын. Алдымызда 23 күн тағы да тамызда құрылтай алдымызда тұр. Мемлекеттің құрылтайы. Мемлекеттің құрылтайы. Таң қаласың, өздері бір бөлек, қарапайым адамдар бөлек жүрген сияқты да бір әсер келеді да. Сол құрылтай, мен ешқандай саясатқа жоқпыз ғой, бірақ көзің көріп алдыңа қайта-қайта шыға берсе, соны ойлаймыз, құрылтайды бабаларымыз қадағалап дұрыстап құрасыншы деген ниет қой. Өзі бір әділдік, шындық, тазалық келсе екен елге. Жақсы, амандық болсын. Аумин. Құдай онда бар уақыттар қолдап жүрсін. Аумин.